Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай быстрыкі деп аталатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, оның жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Быстрыкі деп аталады, бұл гуляш деп аталмайды. Бұл бізде быстрыкі. Сондықтан да осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте оңай дайындалады. Ең алдымен табаға май құйып аламыз көп мөлшерде, яғни көп мөлшерде құйылғаннан соң ол өте дәмді болып шығады, яғни бұл тағам солай маймен дәмдірек болады. Достар, кеңес беремін дәл осылай жасап көрулеріңізге. Енді оған біз солонка, яғни орысша айтқанда солонка ретінде туралған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, қараңыздар, дәл осылай қуырып аласыздар. Қызып тұрған табаға етімізді салып, біраз уақыт етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Өйткені етіміз жақсылап қуырылып болғаннан соң біраз уақыт өзінің суын шығарады. Сонда өзінің суына да қуырылған кезде өте дәмді болады. Және содан соң ол өзінің суын қайтадан тартып алады. Кейін майға қуырылады. Мінекей, жақсылап қуырып алыңыздар. Қараңыздар, дәл осылай қуырылады сіздерде де. Осылай қуырып аласыздар, достар. Енді оның үстіне біз көбік-рубиктей туралған пиязымызды саламыз. Мінекей, пиязымыз көбік-рубиктей туралған. Яғни осыны салып, орташа отта 10-15 минут қуырып аласыздар. Қатты баяу етіп қоймаңыздар, орташа отта қуырып алыңыздар, достар. Осылай жақсылап қызартып аламыз. Мінекей, қарап тұрғандарыңыздай қызарып қалды. Енді оның үстіне суға араласқан ұнымызды құйып аламыз. Еттің, мінекей, енді оны біраз уақыт қайнатып аласыздар, достар. Сонда біздің тағамымыз дайын болды, достар. Сіздерге де кеңес беремін жасап көрулеріңізге. Қоюласты. Мінекей, дәл осылай дайын болып шығады. Оның жанына гарнирге спагетти, рис қойсаңыздар да болады, пюре қойсаңыздар да болады. Өздеріңіз білгендей қойсаңыздар болады, достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.